Сізге бір сәтке ыңғайсыздау, бірақ өте маңызды сұрақ қояйын. Дәретханаға барған соң суды бірден тарта саласыз ба? Әлде бір сәтке артына бұрылып, қарап үлгересіз бе? Бұл сұрақ күлкілі немесе ұят болып көрінуі мүмкін. Алайда, денсаулық тұрғысынан бұл өте маңызды әдет. Бүгіннен бастап әрбір дәретханаға баруды тегін әрі дер кезінде жасалатын медициналық тексеріс деп қабылдауыңызды сұраймын. Суды тартпас бұрын бар болғаны 10 секунд уақытымызды бөліп қарап шығыңыз. Себебі сол 10 секунд өміріңізді сақтап қалу мүмкін, бір белгіні байқатуы ықтимал. Мәселе мынада. Ең қауіпті онкологиялық аурулардың бірі ұйқы без обыры ерте кезеңінде өзін ауырсынумен емес, күн сайын байқалатын нәжіс арқылы білдіреді. Ұйқы без бастапқы сатыда бізге 3 анық дабыл белгісін жібереді. Олар нәжістің түсі, құрылымы және судағы мінез құлқы арқылы көрінеді. Осы 3 белгіні тануды үйренсеңіз, сіз өзіңіз үшін ұйқы без қатерлі ісігін ерте анықтайтын ең тиімді жүйені іске қосасыз. Бүгін мен сізге нәжіс арқылы ұйқы бездің жағдайын қалай тануға болатынын, қандай тағамдар оны қорғайтынын, ал қайсысы үнсіз жойып жатқанын нақты әрі түсінікті тілмен айтып беремін. Ұйқы без неге маңызды? Сау ұйқы без ерекше бір фермент бөледі. Оның аты липаза. Бұл біздің ағзамыздағы ең мықты май еріткіштеуге болады. Күн сайын жейтін еттің майы, салаттағы өсімдік майы, сары май осының көмегімен ғана қорытылады. Егер ұйқы безде қабыну, ісік немесе қызметтің әлсіреуі болса, липаза күрт азаяды. Нәтижесінде майлар қорытылмайды. Олар ішекке өтіп, сол күйі нәріспен бірге сыртқа шығады. Дәл осы сәтте ұйқы без бізге алғашқы дабыл белгісін береді. Бірінші дабыл белгісі. Суда қалқып жүретін нәжіс. Қалыпты нәжістің тығыздығы судан жоғары. Сондықтан ол унитаз түбіне жайлап шөгуі керек. Ал майдың тығыздығы судан төмен. Сорпаның бетінде қалқып тұрған майды елестетіңіз. Егер нәрісте қорытылмаған май көп болса, оның жалпы салмағы жеңілдеп, ол судың бетінде қалқып жүреді. Егер бірнеше күн қатарынан нәжіс батпай, қасарысып бетінде қалқып тұрса, бұл қалыпты жағдай емес. Бұл ұйқы бездің сізге айтып тұрған сөзі. Мен майды қорыта жатырмын. Менің көмегім керек. Көп адам мұны елемейді. Ал шын мәнінде бұл ең алғашқы әрі ең маңызды ескерту. Ұйқы без бірінші дабылды берген соң, егер мәселе тереңдей берсе, ол екінші, әлде қайда айқын белгіге көшеді. Екінші дабыл белгісі. Майлы, жылтыраған нәжіс. Бұл белгіні байқамау мүмкін емес. Егер май қорытылмаса, нәжістің беті маймен жағылғандай жылтырап тұрады. Кейде судың бетінде майлы дақтар, жұқа қабықша айқын көрінеді. Мұндай нәжістің тағы бір ерекшелігі бар. Ол өте жабысқақ. Унитаз қабырғасына жабысады. Бір рет тартқанда кетпейді. Жиі ершік қолдануға тура келеді. Медицинада бұл жағдай стеаторея деп аталады, яғни майлы нәжіс. Маңызды ескерту. Бұл бір рет артық майлы тағам жеп қойғаннан кейінгі жағдай емес. Біз айтып отырған белгі, себепсіз, үнемі қайталанатын тұрақты майлы нәжіс. Бұл ұйқы бездің қызметі айтарлықтай әлсірегенін білдіреді. Үшінші дабыл белгісі. Сұрағыш, сазға ұқсаған түс. Енді ең қауіпті белгіге келдік. Қалыпты нәжіс сары қоңыр түсті. Бұл түсті оған өт береді. Өт бауырда түзіліп, өт солдары арқылы ішекке түсетін табиғи бояғыш. Ұйқы без бен өт солдары бір-біріне өте жақын орналасқан. Егер ұйқы бездің бас бөлігінде ісік пайда болса, ол өт жолын қысып тастауы мүмкін. Сол сәттен бастап өт ішекке түспейді. Нәжіс боялмайды. Түсі сұр немесе ақшыл саз түске айналады. Бұл жоғары деңгейдегі дабыл. Бірақ мұнымен бітпейді. Өт сыртқа шығалмаған соң қанға қайта сіңеді. Артық билирубиннен құтылу үшін ағза оны зәр арқылы шығарады. Сол себепті нәжіс ағарып, ал зәр керісінше қою шай немесе соя соусы сияқты қараяды.
Бұл екі белгі әрқашан бірге жүреді. Егер сіз мұныны байқасаңыз, уақыт жоғалтпай дереу ауруханаға бару керек. 3 белгіні мықтап есте сақтағыз. Қайталаймын. Нәжістің қалқып жүруі, майлы, жылтыр, жабысқақ құрылым, сұрақшыл түс. Бұл ұйқы-бездің жанұшыра көмек сұрауы. Дәретханадағы белгілер тек бастамасы. Егер ұйқы-бездің жұмысы төмендесе, бүкіл ағзада тізбекті реакция басталады. Қазір мен сізге өзімізді тексеруге арналған 6 нақты белгіні айтамын. Әрқайсысын мұқият тыңдаңыз. Бірінші белгі. Керен, өтпелі емес шаршау. Бұл жай ғана жұмыс күнінен кейінгі шаршау емес. Ұйықтап алсаңыз да кетпейтін, сүйекке дейін өтетін әлсіздік. Сіз ауыр жұмыс істемесеңіз де күш жоқ. Дене босап қалғандай, энергия таусылғандай сезіледі. Себебі ағза тағамнан қажетті энергияны ала алмайды. Бұл телефонның батареясы үнемі 10% болып тұрғандай жағдай. Екінші белгі. Түсініксіз тәбетті жоғалуы. Бұрын жақсы көретін тағамдар енді қызықтырмайды. Әсіресе майлы тағамдарға ішкі жиіркеніш пайда болады. Қуырылған майдың иісі жүрек айнуын тудыруы мүмкін. Тамақты бірнеше қасық жегеннен кейін ішке беді, ас асқазанда тұрып қалғандай болады. Үшінші белгі. Арқаға берілетін тұрақты ауырсыну. Бұл белгі өте алдамшы. Көп адам оны белдің тартылуы, остеохондроз деп ойлайды. Ал шын мәнінде ұйқы безден шығатын ауырсынудың өзіндік ерекшелігі бар. Ол көбіне арқаның жоғарғы, екі жауырынның ортасына жақын жерде сезіледі. Бұл керең, сыздап тұратын, іштен қысатын ауырсыну. Жылытқыш та, массаж да көмектеспейді. Бір маңызды белгі. Алға еңкейіп бүктелсеңіз, ауырсыну азаяды, тік жатқанда күшейеді. Тамақтан кейін ауырсыну айқынырақ сезілуі мүмкін. Төртінші белгі. Салмақтың кенет азайы. Егер сіз диета ұстамай, спортты көбейтпей-ақ, бірінші-екінші ай ішінде салмағыңыздың 5%-дан астамын жоғалтсаңыз, бұл қауіпті белгі. Мысалы, 60 килограмм адам 3 килограмман артық салмақ тастаса, бұл ал ағза қоректік заттарды қабылдағаннан көп жоғалтып жатқанын білдіреді. Бесінші белгі. Көз бен терінің сарғайы. Алдымен көздің ағы сарғаяды, кейін тері түсі өзгереді. Бұл өт жолдарының бітелуінің белгісі. Медицинада оны механикалық сарғаю дейді. Алтыншы белгі. Төзгісіз тері қышынуы. Бұл құрғақтық та емес, аллергия да емес. Қышыну. Өт қышқылдарының тері астында жиналуынан болады. Бүкіл дене қышыды, түнде күшейеді, ұйқыны бұзады. Қанша қассақ та жеңілдемейді. Маңызды ескерту. Осы 6 белгінің біреуінде елемеуге болмайды. Енді қауіптерді білген соң, ең басты сұрақ туындайды. Кез келген базардан табылатын 3 қорғаныш тағамды, оларды дұрыс дайындау тәсілін айтып беремін. Қауіпті білдік. Енді ең маңыздысы алдын алу. Жақсы жаңалық. Ұйқы безді қорғау үшін қымбат қоспалар да, сирек дәрілер де қажет емес. Ең тиімді ем күнде көріп жүрген қарапайым азық-түлікте жатыр. Бірінші тағам. Ақ қабықшалы қырыққабат. Қырыққабатты табиғи асқазан дәрісі деп бекер айтпайды. Оның ең басты құндылығы У витамині деп аталатын сирек нутриент. Бұл зат ас қорыту жүйесінің шырышты қабатын қорғайды. Қабынуды азайтады. Ұйқы безге де қалпына келуге көмектеседі. Маңыздысы дұрыс дайындау. У витамині ұзақ пісіргенде жойылады. Ең киімді тәсіл. Қырыққабатты. Тұзды суға 10 минут салып қойыңыз. Пестицид қалдықтарын кетіру үшін. Қатты қыздырылған табаға салқын май құйып, қырыққабатты салып жіберіңіз. Бар болғаны 2 минут қуырыңыз. Жапырақтары сәл жұмсарған сәтте оттан алыңыз. Ұзақ бұқтыруға болмайды. Күн сайын. Жұдырықтай мөлшер ұйқы без үшін өте жақсы қорғаныс береді. Екінші тағам. Шпинат. Шпинат қабынуға қарсы нағыз көшбасшы. Ол флавоноидтарға, фолий қышқылына бай. Бұл заттар ағзадағы еркін радикалдарды жояды, ішкі қабынуды басады. Ұйқы безге тыныш жұмыс ортасын жасайды.
Шпинатты дайындағанда уақытты секундпен өлшеу керек. Алтын ереже 20 секунд. Су қайнатыңыз. 1 шымшым тұз, 1 тамшы май қосыңыз. Шпинатты салып, 1-ден 20-ға дейін санаңыз. Дереу алып шығыңыз. Осылай, зиянды қымыздық қышқылы азаяды. Пайдалы фолий қышқылы сақталады. Соңынан, аздап сарымсақ, күнжіт майын қоссаңыз, дәмді де пайдалы тіске басар дайын. Үшінші тағам. Қызыл жүзім. Қызыл жүзімнің күші оның жұмсағында емес, ем құндысы қабығында, дәнінде. Онда ресвератрол бар. Қартаюға, қабынуға, ісікке қарсы өте күшті антиоксидант. Жүзімді дұрыс жуу тәсілі. Жидектерін жұлып алмаңыз. Шоғымен бірге суға салыңыз. 1 ас қасық ұн немесе крахмал қосыңыз. Жайлап араластырып 2-3 минут қалдырыңыз. Ұн, шаңды, кірді, химиялық қалдықтарды өзіне сіңіреді. Сосын таза сумен шайыңыз. Ең бастысы, жүзімді жақсылап шайнап, қабығымен дәнін бірге жұтыңыз. Иә, дәмі аздап кермек, бірақ барлық пайда дәл сонда. Күніне 15-20 үйір жеткілікті. Қалай біріктіруге болады? Мысалы, таңертең бірнеше жүзім, түсте шпинат, кешке тез қуырылған 40 қабат. Осы әдетті ұстансаңыз, ұйқы безіңіз сізге рахмет айтады. Жақсы тағамдарды айттық. Енді шындықтың екінші жағын айтуға міндеттіміз. Кейбір азықтар ұйқы без үшін баяу әсер ететін у. Олар бірден ауыртпайды, бірақ күн сайын, жылдар бойы оны іштен тоздырады. Ұйқы без үшін қара тізімдегі 6 санат. Бірінші, өделген ет өнімдері. Шұжық, сосиска, бекон, дүкендік котлеттер. Олардың құрамындағы нитриттер ағзада нитрозаминдерге айналады. Бұл ұйқы безге тікелей уытты, күшті канцерогендер. Екінші, қатты қуырылған тағамдар. Фастфуд, фри, чебурек, қуырым тауық. 180 градустан жоғары температурада акриламид пен бензопирен түзіледі. Сонымен қатар, майдың көптігі ұйқы безді шамадан тыс жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Үшінші, ақ қант және тәттілер. Ақ қант, кәмпиттер, газды сусындар, пакеттегі шырындар. Қандағы қант күрт көтерілгенде, ұйқы без инсулинді шұғыл түрде көп бөлуге мәжбүр. Ұзақ мерзімде бұл қызметтің бұзылуына, әлсіреуіне әкеледі. Төртінші, алкоголь. Тіпті аздап қана дегеннің өзі ұйқы безге қауіпті. Алкоголь сөл бөлінуін күшейтеді, бірақ түтіктерді тарылтады. Нәтижесінде ферменттер бездің ішінде тұрып қалып, өзін-өзі қорыта бастайды. Бұл панкреатитке, ал ол қатерлі ісікке апаратын тікелей жол. Бесінші, қаныққан майлар. Майлы ет, ішек қарын, сары май, қою кілегей. Бұл тағамдар ұйқы безге ауыр жүк. Алтыншы, артық тұз және маринаттар. Тұздалған балық, тұздықтар, маринаттар. Тұз асқазанның қорғаныс қабатын бұзады. Қабыну көрші жатқан ұйқы безге оңай өтеді. Денсаулықты сақтайтын қарапайым әдеттер. 80% пою ережесі. Толық тоймай, сәл ашығырақ тоқтаңыз. Қарапайым пісіру. Бу, қайнату, бұқтыру, салаттар. 3 аз ережесі. Аз май, аз тұз, аз қант. Дұрыс сусын. Жылы қайнатылған су ең дұрысы. Тәтті сусындардан бас тартыңыз. Ұйқы 11-ге дейін жатыңыз. Күндіз 20 минуттық тынығу пайдалы. Жай қозғалыс. Тамақтан кейін 30 минуттық баяу серуен жеткілікті. Бүгін біз дәретханадағы белгілерді, қауіпті симптомдарды, пайдалы және зиянды тағамдарды бірге талдадық. Бірақ білу жеткіліксіз. Іске асыру маңызды. Ертең таңертең. Артқа бұрылып қараңыз. Базарда 40 қабатпен шпинат таңдаңыз. Дүкенде тәтті газды сусын сөресінен батыл өтіп кетіңіз. Денсаулық алыста емес. Ол біздің күнделікті таңдауымызда. Әсіресе орта және үлкен жаста денеге ерекше күтім қажет. Ағза бізді жақсы көреді.
Сондықтан әрбашан алдын ала ескертеді. Біздің міндет оны тыңдап түсіну. Егер бұл видео пайдалы болса, оны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат біреудің өмірін сақтап қалар. Келесі видеода кездескенше.